Баршаңызға сәлем. Осындай майда қытырлық чебуреки дайындайтын боламыз. Ең алдымен илеп алған ұнымызға жұмыртқамызды салып араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды, разырық литр сахар, тұзымызды салып тағы араластырамыз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, қасығымыздың көмегімен тағы да араластырамыз. Өйткені суымыз ыстық, қолымыз күйіп қалмау үшін. Осылай бір-біріне бірге бастағаннан кейін қолыңызбен ары қарай даже қамыр дайындайсыздар. Осындай қолға жабыспайтын әдемі қамыр дайын болады. Енді ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Пиязымызды көбіктеп турап, қызып тұрған майымызға фаршымызды салып, пиязымызды салып, тұз бұрышымызды салып, қызартып қуырамыз. Ішіндегі салмасын дайындап болғаннан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Осылай жұп-жұқа етіп жаясыздар. Мен осылай формасын шығарып алдым. Қалған қамырларды жинап, оны зуала етіп, бетін жауып қойып қойсаңыздар, осы чебурекилер түйіп болғаннан кейін оны да жайып істесеңіздер болады. Менде арнайы форма бар, соған салып, салмамызды салып, осылай чебурекимізді қысып, осылай дайындаймыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін қызып тұрған майымызға салып қуырып аламыз. Осындай қытырлақ әрі дәмді, дастарханға да қойғанға өте әдемі көрінеді майда болғандықтан. Жасап көруге кеңес беремін. Рецебі өте күшті. Сақтап алып жасап көрсеңіздер болады.